Сәлем достар, арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін біз рисовый суп дайындаймыз. Әуелі кастрюлямызға мұздай суды құйып аламыз, сөйтіп жуылған етті саламыз. Менде жылқы еті. Кішкене тұз себеміз. Бетін жауып қайнауға қоямыз. Қайнауға жақындағанда көбік шығады. Көбіктен тазартып аламыз. Етіміз қайнаған соң етімізді 1 сағат қайнатамыз. 1 сағат қайнаған соң картофелімізді жуылған күрішімізді саламыз. Сөйтіп жарты сағат қайнауға қоямыз. Мінекей етіміз 1,5 сағат қайнап пісті. Енді майдалап турап аламыз. Осымен біздің ресей суымыз дайын. Нәсіп болсын. Ас болсын.